Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу достар, бұл әйелдер арасында 52 кг салмаққа дейінгі, яғни 115 фунт салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Бұрынғы титулға үміткер қытайлық Ян Шанан мен оның қарсыласы нөмір 3 орында тұрған бразилиялық Вирна Джандироба арасында өтетін керемет тартысты кездесу болмақ. Біз білетіндей, қытайлық Ян Шананның жалпы тік тұрып соғысуы, сонымен қатар джиу-джитсу мен күрес стилі, грэпплинг стилінің барлық жағынан өте керемет деңгейде екенін білеміз. Ал бразилиялық Ян Шананға келетін болсақ, әрбір бразилиялық жауынгерге тән бұл қыздың жалпы джиу-джитсу мен грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгер қыздың жалпы тік тұрып соғысу деңгейінде жақсы екенін атап өтейік. Менің ойымша, бұл кездесуде бразилиялық Вирна Джандироба Ян Шананды төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Және де осы арқылы бразилиялық Вирна Джандироба дәл қазіргі чемпион Жан Вейлиге қарсы кездесуге лайық болуы тиіс деп есептеймін. Declaring the winner by submission due to an armbar, Vina Джандироба.